Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Ләйләгүл. Бүгін біз сіздермен қамырдағы шұжықтар, яғни сосиски в тесте пісіретін боламыз. Қамыры жұмсақ және де өте нәзік болып шығады. Және де бұл қамыр әмбебап қамыр болып шығады. Бұл қамырдан кез келген пирожки немесе әртүрлі өзіңіздің қалаған тағамдарыңызды жасасаңыздар болады. Міне қамыры өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Мен сіздерге әртүрлі формада көрсетіп жатырмын. Сізде солай жасап көрсеңіздер болады. Жай ғана сосиски тесте жасамай, осылай неше түрлі әртүрлі формада жасап көрсеңіздер болады. Бұл менің капустамен жасалған пирожкиім. Міне осы қамырдан жасадым. Тіпті булочкада да жасасаңыздар болады. Ең алдымен қажетті заттарын дайындап аламыз. Барлық қажетті заттардың мөлшерін видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Ең алдымен аппара дайындаймыз. Жылы суымызға жылы сүтімізді қосамыз. Ол міндетті түрде жылы болу керек, қатты салқын немесе қатты ыстық болмау керек. Үстіне қантымызды және де ашытқымызды салып, жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минутқа қалдырамыз. 15 минут көтерілгеннен кейін қамырымызды елейтін боламыз. Алдын ала електен өткізілген ұнымызға тұзымызды, жұмыртқамызды және де сұйық майымызды құямыз. Барлық ингредиенттерді видеоның астындағы описание бөліміне жазып қалдырамын. Енді жаңағы дайындап алған аппарамызды қосамыз. Біздің аппарамыз әдемі болып көтеріліп тұр. Осы аппараны толықтай қосып, жақсылап қамыр илейтін боламыз. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, мені қолдап, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий бөліміне өз ойларыңызды жазып, және де жақын достарыңызбен видеоның астындағы поделиться батырмасы арқылы бөлісіп жүрулеріңізді сұраймын. Мінекей біздің қамырымыздың басы бірікті. Енді осы қамырымызды столымызға қойып жақсылап ысамыз. Міндетті түрде 10 минут көлемінде жақсылап иінін қандырып, осылай илеп алатын боламыз. Енді осы қамырымызды көріп тұрсыздар, өте жұмсақ, қолға жабыспайтын эластичный қамыр шықты. Осы қамырымызды жылы жерге бетін жауып ашытамыз. Бір рет көтерілгеннен кейін үстінен басып, тағы да ашытуға қалдырамыз. Енді екінші рет ашып дайындалып жатқан кезде сосискімізді жақсылап қабығынан аршып дайындап қоямыз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырымыз өте жақсы көтеріліп шықты. Осы қамырымызды енді өлшеп аламыз. Міндетті түрде өлшеп алыңыздар. Біз ұн сеппейміз, дәл осылай ыдысымыздан түсіріп аламыз. Егер де сіздер көз мөлшермен жасаймын десеңіздер, онда өлшемей-ақ қойсаңыздар болады. Мен әрқайсысын 60 граммнан жоғары жасап шықтым. Сонда менде осы қамырдан 26-27 штук сосиски в тесте шықты. Барлығын осылай дөңгелектеп алғаннан кейін беті кеуіп қалмас үшін үстін орамалмен жауып қойдым. Және де алдын ала пергамент қағазы төселген противенімізді барлығын дайындап аламыз. Қабығынан аршылған сосискімізді де дайындап қоямыз. Енді осы қамырымызды қолымызбен осылай ұзынша қылдырып шиыршықтаймыз. Дәл осылай жасап шығасыздар. Қалыңдығы өте қалың болмау керек, және де өте жұқа болмау керек. Орташа болу керек. Дәл осыған сосискімізді қойып, орап шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай жасап шығасыздар. Бұл сосиски жасаудың ең оңай жолы. Дәл осылай жасасаңыздар, көп уақыттарыңызды жоғалтпайтын боласыздар. Сосискіміз міндетті түрде бөлме температурасында болуы керек. Себебі суық сосиски болса, онда сіздердің ашыған қамырларыңыз басылып қалуы мүмкін. Сондықтан міндетті түрде үй температурасында жылы жерде тұрған сосискиді қолданасыздар. Достар, егер де сіздер әлі де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, онда қолдау білдіріп, каналға тіркеліп, және де қоңыраушаның белгісін все дегенге басып қоюларыңызды сұраймын. Сонда менің жүктеген видеоларым сіздерге уведомление болып
барып тұрады. Мінекей біз барлық сосискаларымыз жасап болдық. Бетін жауып 15 минутқа қалдырдық. 15 минуттан кейін жұмыртқамызды жағып, алдын ала қызып тұрған пеште 160-170 градуста 25-30 минутта пісіп шығады. Пісіп шыққанын өзіңіздің пештеріңізге қарап көріп отырасыздар. Әр пештің қысымы әртүрлі болады, сондықтан міндетті түрде қарап отыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің сосискаларымыз пісіп шықты, өте ыстық, ұстауға қатты ыстық болып тұр. Мінекей барлығын осылай формаларынан шешіп алып жатырмыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және де үй іштеріңізді, жақындарыңызды осындай тәтті дәммен қуантыңыздар. Әсіресе балапандарыңыз қатты қуанатын болады. Сондықтан міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Бір жасағаннан осындай жұмсақ, нәзік болып шығады. Бұл қамыр әмбебап, универсальный қамыр болып шығады. Бұл қамырдан тек қана осындай сосиски в тесте ғана емес, басқа да тағамдарды жасай берсеңіздер болады. Бауырсақ жасасаңыз болады, немесе булочка жасасаңыздар болады. Мен сіздерге осындай әртүрлі формада жасап көрсеттім. Бұл менде ішінде капустадан жасалынған пирожки, осылай жұмсақ, нәзік, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өздеріңізді және де отбасыларыңызды жақсы тәтті дәммен қуантыңыздар. Баршаңызға рахмет, ас болсын. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде қолдау білдіріп, каналдың өсуіне және де дамуына өз үлестеріңізді қосып, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, және де жақын достарыңызбен поделиться батырмасы арқылы бөлісе жүрулеріңізді сұраймын. Менің каналымда бұдан басқа да әртүрлі рецепттер бар, сондықтан міндетті түрде тіркеліп алыңыздар.